Кения, Африканың жүрегінде орналасқан таңғажайып табиғатымен, қайталанбас мәдениетімен және ерекше өмір салтымен әлем назарын өзіне аударып отырған ел. Бұл бір сәтте арыстандар мен жирафтар жайылып жүрген саванналарды көріп, келесі сәтте қар жамылған шыңдарға көз тігуге болатын мекен. Кения нағыз сафари елі. Мұнда жануарларды тордың ар жағында емес, табиғи ортада көруге болады. Бұл деректі фильм емес, шынайы өмір. Кения, Африка десе көз алдымызға елестейтін шексіз кеңістік. Қызыл топырақ, масай жауынгерлері және мыңдаған жануарлар миграциясы. Бұл Африканың символы. Бірақ Кения тек табиғатпен ғана емес, халқының рухымен, тарихымен, спорттағы жетістіктерімен де ерекшеленеді. Кения әлемдегі ең үздік марафоншылар туған ел. Олардың табандылығы мен төзімділігі бүкіл адамзат үшін шабыт көзі. Бір қарағанда жай ғана туристік бағыт болып көрінетін бұл ел, шын мәнінде терең тарихы, күрделі әлеуметтік құрылымы және экономикалық қайшылықтары бар мемлекет. Сіз Кенияны зерттеген сайын, ол сізді одан сайын таңғалдыра түседі. Себебі бұл ел қарапайымнан гөрі күрделі, әдеміден гөрі ғажайып. Кения өз мәдениетін жоғалтпай, жаһандық әлемге қадам басып келе жатқан мемлекет. Ол кедейлік пен байлықтың, қауіп пен қауіпсіздіктің, дәстүр мен заманауилықтың тоғысқан жері. Осы видеода біз сізбен бірге Кенияның ең керемет табиғи аймақтарын аралап, оның бай тарихын шолып, ерекше халқымен танысамыз. Дайын болсаңыз, Африканың ең жарқын елдерінің біріне саяхатымызды бастайық. Кения Шығыс Африкада орналасқан мемлекет. Оның аумағы шамамен 580 мың шаршы шақырымды құрайды. Елдің солтүстігі Эфиопиямен, батысы Угандамен, оңтүстігі Танзаниямен, шығысы Сомалимен шектеседі. Ал шығыс жағалауы Үнді мұхитымен шайылады. Кения географиясы өте әртүрлі ел. Мұнда шөлейттерден бастап тропикалық ормандарға, саванна мен сөнген жанартауларға дейін барлығы кездеседі. Елдің орталығында атақты Ұлы Рифт аңғары созылып жатыр. Бұл аңғар Африканың геологиялық тұрғыдан ең ерекше жерлерінің бірі. Кенияның ең биік нүктесі Кения тауы. Оның биіктігі 5199 метрге жетеді. Кения тауы Африкадағы екінші ең биік тау. Әрі оның шыңында қар жатады. Тау бөктерінен өзендер бастау алады. Олар ауыл шаруашылығы мен табиғатты сақтауда маңызды рөл атқарады. Кения аумағында әйгілі Ніл өзенінің тармағы Ақ Ніл өзені де өтеді. Елдің климаты да аймақтарға байланысты әртүрлі. Жағалауда ылғалды әрі ыстық болса, ішкі бөліктерде құрғақ және жылы. Кения табиғатының байлығы мен әртүрлілігі оны Африканың ең көрікті елдерінің біріне айналдырады. Кенияның тарихы адамзаттың ең ежелгі кезеңдеріне дейін барады. Археологиялық деректерге сүйенсек, бұл жерде алғашқы адамдар миллиондаған жыл бұрын өмір сүрген. Уақыт өте келе, бұл аймаққа әртүрлі тайпалар қоныстана бастады. Алғашқы қоныстанушылар аңшылықпен және мал бағумен айналысқан. Батыстан келген банту тілдес халықтар егіншілік пен металл өңдеу мәдениетін ала келді. Кенияның жағалауы сауда жолдарының маңызды нүктесіне айналды. Суахили жағалауы арқылы арабтармен сауда байланысы орнады. Момбаса сияқты порттық қалалар ислам дінінің таралуына ықпал етті. 900 жылдары негізі қаланған Момбаса қаласы Үндістан мен Қытайға дейін сауда жүргізген. 1498 жылы португалдықтар аймаққа келіп, өз ықпалын орната бастады. 1593 жылы олар Момбасада Форт Исус атты ірі қамалды салды.
17 ғасырдың сонында Оман арабтары португалдықтарды қуып шығып, аймақты бақылауға алды. Арабтар құл саудасын күшейтіп, ішкі аймақтарға да кеңейе түсті. 18 ғасырда Масай халқы Ұлы Рифт аңғарына қоныстанып, мықты жауынгерлерге айналды. 19 ғасырда Кенияға еуропалық миссионерлер мен зерттеушілер келе бастады. Кейін бұл аймаққа британдықтар келіп, 1890 жылдары өз отарына айналдырды. Олар Уганда темір жолын салып, Найроби қаласының негізін қалады. Көптеген жергілікті тайпалар, әсіресе Кикую, Британ билігіне қарсы болды. 1952 жылы Мауа көтерілісі басталып, үлкен қарсылыққа ұласты. Оны басқарған Дидан Кимати 1957 жылы ұсталып, көтеріліс басылды. Бірақ осы көтеріліс Кенияның тәуелсіздікке ұмтылуына түрткі болды. 1963 жылы Кения тәуелсіздігін алып, Джомо Кеньятта алғашқы президент атанды. Ол экономиканы дамытуға күш салды, бірақ жер бөлу мәселесі этникалық шиеленістер тудырды. Кения ұзақ жылдар бойы бір партиялы жүйеде өмір сүрді. 1990 жылдары ел демократия жолына бет бұрып, көп партиялы сайлау жүйесі енгізілді. Бүгінде Кения Шығыс Африкадағы ең ірі экономикаға ие мемлекеттердің бірі. Кения Африкадағы ең танымал туристік бағыттардың бірі. Мұнда келушілерді жабайы табиғат, сафари турлар және керемет пейзаждар баурайды. Елдің ең танымал орындарының бірі Масаи Мара ұлттық қорығы. Бұл жерде жыл сайын миллиондаған антилопа, зебра және гну көші орын алады. Масаи Марада арыстан, қабылан, гепард сияқты жыртқыштарды көруге болады. Сондай-ақ бұл қорық Масаи тайпасының дәстүрлі өмірімен танысуға мүмкіндік береді. Екінші танымал орын Амбосели ұлттық паркі. Бұл саябақтан Африкадағы ең биік тау Калиманджаро көрінеді. Амбоселиде пілдердің ірі топтарын өте жақыннан көруге болады. Найроби ұлттық паркі елдің астанасына өте жақын орналасқан ерекше сафари бағыты. Қала шетінде ақ жабайы арыстан, жираф пен зебраларды көруге болады. Тағы бір ерекше орын Накуро көлі ұлттық паркі. Бұл жерде мыңдаған қызғылт қоқиқаздар мекендейді. Кенияның жағалауындағы Малинди мен Ламу аралдары да туристер үшін өте танымал. Ламу 12 ғасырдан бері сақталған тарихи қала, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұрасына енгізілген. Елде туристерге арналған инфрақұрылым жақсы дамыған. Қонақ үйлер, гидтер, әуежайлар бар. Кения табиғат пен мәдениет сүйетіндер үшін нағыз жұмақ. Кения Шығыс Африкадағы ең ірі экономика. Елдің жалпы ішкі өнімі аймақ елдері арасында алдыңғы қатарда. Кения экономикасы негізінен ауыл шаруашылығына сүйенеді. Кофе, шай, гүл және тропикалық жемістер экспорттың басты бөлігін құрайды. Сондай-ақ туризм секторы да елге үлкен табыс әкеледі. Саваннадағы сафари, ұлттық парктер мен жағажайлар шетелдік туристерді өзіне тартады. Найроби Шығыс Африканың іскерлік және технологиялық орталығы. Онда силикон саваннасы деп аталатын технопарктер мен стартаптар дамып келеді. Дегенмен елдің экономикасында көптеген қиындықтар бар. Жұмыссыздық деңгейі жоғары, әсіресе жастар арасында. Инфляция мен ұлттық валютаның құнсыздануы да халыққа қысым түсіруде. Кения демократиялық мемлекет, бірақ саяси тұрақсыздық жиі кездеседі. Этникалық бәсекелестік пен сайлау кезінде болатын жанжалдар негізгі мәселелердің бірі. Биліктің ауысуы жиі дау-дамаймен өтеді.
Соңғы жылдары елде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күшейіп келеді. Сонымен қатар Кения Қытайдан көп көлемде несие алып, ірі инфрақұрылым жобаларын іске асыруда. Мысалы, темір жол, жолдар және порттар салынды. Бірақ бұл қарыз жүктемесі алдағы жылдары ел экономикасына қауіп төндіруі мүмкін. Дегенмен кениялықтар болашаққа үмітпен қарайды. Жастар кәсіппен айналысып, жаңа технологияларды игеріп, ел дамуына үлес қосуда. Кения тек сафари мен табиғат қана емес, ерекше рекордтар мен қызықты жайттарға толы ел. Кениялықтар әлемдегі ең жылдам жүгіретін халықтардың бірі. Кения әлемдегі ең мықты желаяқтардың елі. Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіруде кениялық спортшылар үздік нәтиже көрсетіп келеді. 5000 және 10000 метрлік марафон жарыстарда әлем рекордтарын жаңартқан желаяқтардың басым бөлігі кениялықтар. Олардың ішінде әлемге әйгілі Элиуд Кипчоге алғашқы болып марафонды 2 сағаттан төмен жүгіріп өткен адам. Ғалымдар бұл феноменнің себебін бірнеше фактормен байланыстырады. Біріншіден, Кенияның биік таулы аймақтарында өмір сүретін халықтар бала кезінен жаяу жүру мен жүгіруге бейім. Екіншіден, олар күнделікті мектепке бірнеше шақырым жаяу барып, физикалық тұрғыдан шынығады. Үшіншіден, генетикалық ерекшеліктері мен төзімділігі де әсер етеді. Кениялықтар үшін жүгіру тек спорт емес, кедейліктен шығудың жолы мен мақтаныш көзі. Кенияда 40-тан астам этникалық топ бар. Бұл мемлекет этникалық алуандылықтың айнасы. Әр тайпаның өзіндік тілі, дәстүрі, киімі және салты бар. Мысалы, Масаи тайпасы өздерінің ерекше қызыл шапаны мен және әшекейлерімен танымал. Кенияда ресми тілдер ағылшын және суахили. Бірақ ел ішінде жүздеген диалект пен жергілікті тілдер қолданылады. Бұл әртүрлілік елдің мәдениетін байыта түседі, бірақ кейде саяси алауыздықтың да көзі болуы мүмкін. Сол себепті Кенияда ұлттық бірлік пен этникалық келісім басты басымдылықтардың бірі. Кения Африканың ең ерекше елдерінің бірі. Мұнда ежелгі дәстүр мен заманауи даму қатар өрбіген. Жаһандық туризм, табиғи байлық, спорттағы жетістіктер бәрі осы елге тән. Кения тек керемет табиғатымен ғана емес, күрделі тарихымен де таң қалдырады. Экономикалық және саяси қиындықтарға қарамастан ел алға ұмтылып келеді. Жастардың белсенділігі, жаңа идеялар мен технологиялар Кенияның болашағына сенім ұялатады. Бір сөзбен айтқанда, бұл ел контрастқа толы Африканың айнасы. Ал сіз Кения туралы не ойлайсыз? Сіз бұл елге барғыңыз келеді ме? Пікір қалдырып, арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.